Саламатсыздар ма балалар? 4-ші параграф боран. Мәтінді оқыңдар, боранға сипаттама беріңдер. Қоспанның бетін шымырлатып аяз қарып өтті. Теріскейден ызғар лебі келе жатыр. Ышқына соққан зәрлі жел ауаны осып-осып жіберді де ішін тартып тына қалды. Тыныш жатқан малдың ұйқысы бұзылып өре тұрды. Қоспанның да көңілі мұздап қоя берді. Бұрқыраған қарлы боран қаптап келеді. Желдің тығыны қайтадан ағытылып кеткенде қалыңдап жауған жапалақ қарды түтіп ала жөнелді. Жел қатая түсті. Алды өр сияқты, аумағы көрінбейді. Қойдың алды тоқырап қалып еді, жел жағындағылары ұйлығып кеп, лықсытып итеріп әкетті. Қоспан жер шамасын божамаққа атына мініп ілгері жүрді. Еш нәрсені көре алмай, ой шұңқырдың атты тұяғымен ғана өлшейді. Алды арқан бойы сұрғылт тартып, ар жағы теңселген қара түнекке тіреледі. Ой түрткі, бірінші боран дегеніміз не? Боран мен желдің арасында байланыс бар ма? Боран сөзінің қыс мезгіліне байланысты қолданылу себебі неде? Боран бұл қар мен араласқан қатты жел, ауа райының күрт нашарлауымен сипаттамалатын құбылыс. Боран мен желдің арасында тығыз байланыс бар. Боранның күші мен қардың қарқындылығы желдің күшімен байланысты. Жел күшейген сайын боран да қатая түседі, және бұл қардың ұшуына әкеледі. Екінші, боран сөзі қыс мезгіліне байланысты жиі қолданылады. Себебі борандар көбінесе қыс кезінде байқалады. Қыс мезгілінде ауа температурасы төмендеп, қар жауады. Сол кезде жел күшейіп, боран пайда болады. Осылайша борандар қыс мезгілінде ауа райының ерекше құбылысы ретінде сипатталады. Екінші тапсырма, оқылық мәтінінде боранды бейнелеуде қолданылған сөздер мен тіркестерді пайдалану тұрып өздерің көрген боранды сипаттап жазыңдар. Осыдан 3 жыл бұрын қыс қалың түсіп еді. Далада 25 градус. Сабақтан қайтып келе жатырмыз. Құлақты жауар қылардай ызғырық жел мен қардың үйірілуінен ештеңе көрінбейді. Аяздың кесіп түсетін өткір ызғары бетке тиіп денеңді қалтыратады. Қараңғылық тұмшалағандай далада тек боранның ызылдаған үні ғана естіледі. Әдеби тіл нормалары, септік жалғаулары. Септік жалғаулары зат пен қимыл арасындағы түрлі қатынастарды білдіріп, сөз бен сөзді байланыстыратын қосымшалар. Қазақ тіліндегі 7 септік жалғау бар: атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктері. Сөздің түбір тұлғада немесе басқа негіз тұлғаларда, мысалы есімшеде тұрып септелуін жай септеу, ал сөздің тәуелденіп барып септелуін тәуелді септеу дейміз. Септік жалғаулары сөздің соңғы дыбысы мен буынына сәйкес үндестік заңы бойынша жалғанады. Септеуде сөздің соңғы дыбысының қатаң ұяң үнді дауысты болуына байланысты сәйкесінше қатаң ұяң үнді дыбыстан басталатын қосымша жалғанады. Көмектес септік жалғау буын үндестігіне бағынбай үнемі жіңішке жалғанады. Септіктер сұрақтары: кім, не, кімнің, ненің, кімге, неге, қайда, кімді, нені, кімде, неде, қайда, кімнен, неден, қайдан, кіммен, немен. Жай септеу, тәуелді септеу. Үшінші тапсырма, мәтіндегі септік жалғаулы сөздерді тауып, үндестік заңы бойынша жалғануын түсіндіріңдер. Қар жамылған далада аяз азынап тұр. Мұхит жағасында ұйтқыған боран бет қаратар емес. Соққан боранға қарсы қараса, көзінен жас парлап, мұрны үсіп қала жаздайды. Бораннан жарық та өшіп қалған, суыққа сіреу боп қатып қалған аппақ қар ғана болмаса, дүние түгел қараңғылыққа мүлгіген. Далада дала сөзі жатыс септігінде тұр, яғни сөз соңында а дыбысы жуан болғандықтан жатыс септігінің жалғауы жуан болып жалғанып тұр. Бұл үндестік заңына сәйкес. Мына жерде балалар жіңішке деп қате байқауыста жазылып кетті. Негізі жуан деп жазуларыңыз керек. Жаға сөз жатыс септігінде тұр. Жаға сөзде жуан буынды болғандықтан жатыс септігінің да жуан жалғауы жалғанып тұр. Боранға боран сөзі барыс септігінде тұр. Боран сөзінің соңғы буыны қатаң дыбыспен аяқталады және жуан буынды. Сондықтан септік жалғауы ға болып жалғанады. Көзінен көз сөзі шығыс септігінде тұр. Көз сөзінің соңғы буыны жіңішке болғандықтан шығыс септігінің жалғауы нен түрінде жалғанған. 4-ші тапсырма, мәтіннен және тәуелді септеулі сөздерді тауып топтастырыңдар. Сөйлемде атқарып тұрған қызметін өзара талқылаңдар. Халқымыздың ауа райына қатысты танымал тереңде жатыр. Боранды дүлей күшіне, ашуына, бағытына, уақытына, ұзақтығына қарай түрліше атаған. Боранның табиғи ерекшелігін дәл танып, олардың әрқайсысына жеке-жеке ат қоя білген тапқырлығына таңғаласың. Ауа райына қатысты әртүрлі мақал-мәтелдер, жұмбақтар, тұрақты тіркестер, көркем шығармалар да көптеп кездеседі. Ата-бабаларымыздың ауа райына қатысты болжамдары тереңірек зерттелсе, қазақ халқын табиғатпен тілдесе алатын астрономиялық білімі терең халық ретінде әлемге танытуға болар еді. Бұндағы тәуелді септеулі сөз ол халқымыздың және ата-бабаларымыздың.
Келесі үй тапсырмасы 5-ші тапсырма. Энциклопедиялар мен акт материалдарынан ізденіп боранның тағы қандай түрлері бар екенін толықтырып жазыңдар. Тіліміздегі боранның түрлерін жинақтай келгенде боранның түрі мінезді болатынын аңғардық. Олар ақ боран, көз ашқысыз желдете жауған қарлы боран, ақ шұнақ боран. Ақ боран көз аштырмайтын қатты желмен бірге жауған қарлы боран. Ақ шұнақ боран суық әрі қатты қарлы боран. Шұнақ сөзі қатты суықты білдіреді. Сондықтан бұл боранның өте аязды екендігін көрсетеді. Қызыл боран құмды аймақтарда байқалатын құмның күшті желмен ұшуы нәтижесінде болады. Көктайғақ боран боран кезінде қардың еріп кейіннен мұз болып қатып қалуы. Бұндай бораннан кейін жолдар өте тайғақ болып қалады. Бұрқасын желдің қатты соғуы нәтижесінде пайда болған боран қарды көтеріп айналдыра жөнеледі. Қарлы боран боран кезінде қардың көп мөлшерде жаууы, оның желмен көтерілген көз көрмейтін деңгейге жетуі. Қара боран топырақ пен құмды желдің ұшырып аспанды тұмандатып қараңғы боранға айналуы. Шұбар боран кезек-кезек жауған қарлы боран, бірде басылып бірде қайта күшейіп отыратын боранның түрі. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.